Әрине, мәңгі домалақ ғалам. Құдай 100% ең биік күш, 95%-ға жарық, ұлы, қасиетті, ұлы. Мәңгі жарық, ұлы, қасиетті бір Құдай. Қалай болса солай енді, білмеймін. Бірліксің ғой сен, бір Құдайсың ғой енді. Мәңгі жарық, содан кейін ұлы, содан кейін қасиетті, солай ма сонда Құдай? Мен үшін солай жарайды. Содан кейін мәңгі жаратушы, мәңгі жаратқан 5000 жыл болды, осы әлемді жаратты, ана дүниені жаратты, ана дүние домалақ өсе береді. 9 миллиард жан жаратады әр кезде. Енді мен саным бойынша білмеймін, енді сен жаратқан бойынша сенің санымен. Енді мен түйсік ойым бойынша жынды 5000 жыл болды деп ойлаймын солай. Енді уақытқа былай немеге әлем жетті, осы заманға қараймыз, примерно қалай болады білмеймін. Соны ойланамын. Бірінші ұл баланы жаратты, соң қыз баланы жаратты. Ана дүние домалақ өсе береді. Ауа шынысы бар. Жан мәңгі, дене ауса береді. Енді қазақтар бар, негрлер бар, енді ыңғай негрлер жүрген жоқ қой, адам қалай ол мүмкін емес қой енді. Екі адам бүкіл әлемді істегенге. Ондай мүмкін емес. Әрине Құдаймен бәрі, менде бәрі өмірмен, сендер чатаспаңдар. Әр ой үшін төлейсің, әр дененің клеткасы қозғалады қой. Жанның, жүректің соғысы, жанның жарығы, өз көз қарасына, сөзіне, бәріне жауап бересің. Енді өзің жауап бересің, денемен. Біріншіден, өз-өзінің ішінде, өз-өзінің сыртында. Соң Құдайдың астында, Құдаймен Құдайға жауап бересің. Соң бүкіл ғаламның, осы әлемде, ана дүниенің алдында жауап бересің. Енді әр іске мен осы тарихымды өз жазу ұялы сөз кістегі. Жауап берем, қайда барам мен? Кіміне жауап беріп отырмын ғой? Мен қазір Құдайға сеніп ұйықтайыншы өзі. Ұйықтаған жоқпын, дұрыс. Қашан ұйықтадым мен, есімде жоқ. Құдайға тәубә, Құдайға шүкір, Құдайға рахмет. Мәңгі ұлы бір Құдай, мәңгі қасиетті жаратушы, мәңгі қымбат домалақ ғалам, мәңгі жарық, ең биік күш аспан, мәңгі жаратушы, 100% ең биік күш домалақ ғалам, бүкіл түгіместілік бітпеушілікте. Заң бітпеушілігі сенен тарайды, әділетшілік ауасы сенен тарайды, осы байланыс сенен тарайды. Система, Құдайға тәубә, Құдайға шүкір, Құдайға рахмет. Аумин.